Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге ауыздың ойылуы, яғни стоматит, соның бір жасағаннан жоқ қылатын әдісімен бөлісетін боламын. Өзім жасап көргеннен кейін нәтиже көрдім. Енді сіздермен бөлісіп жатырмын. Осындай пиалайымызды аламыз. Ішіне ромашканың бір штугын саламыз. Демдейтін боламыз. Қайнап тұрған суымызды толтырмай құятын боламыз үстіне. Міне көрсеттім, осындай болып құямыз, толтырмаймыз. Бетін жауып демдейміз енді осыны. Міне фурацилин дәрісінің бір таблеткасын осылай езетін боламыз. Үстіне жаңа демдеген суымыздың үстіне саламыз. Енді үстіне 2%-ық лидокаин. Осының барлығын осы бір ампуланы үстіне құятын боламыз. Бір таблетка метронидазолды үстіне дәл солай езіп салатын боламыз, бір штугын. Осыны салып болып, енді ровно жарты сағат біз оны демдеп қоятын боламыз. Енді біз стрептоцит пен нистатинді бір штуктан екеуін ұнтақтап бөлек, оны суға қоспаймыз, бөлек ұнтақтап дайындап қоямыз, араластырып екеуін бірге. Міне ровно бізде жарты сағат өткеннен кейін суымызды алып, ровно жарты сағат демдейсіздер. Сағатқа қарап жасаңыздар. Бинтпен емес, мақтамен жасаңыздар. Аузы ауырады бинтпен. Жаңағы ұнтақтап мен нистатинмен стрептоцитті дайындап қойдым. Жаңағы судан кейін осыны жағып тастаймыз ауызға. Міне енді біздікі жарты сағат өтіп дайын болды. Дайын болғаннан кейін біз мақтамызбен алып барлық жерін сүртіп, бір мақтаны аласыздар. Бірінші қолдарыңызға орап аласыздар. Жақсылап марлымен бинтпен істемей-ақ қойыңыздар, өйткені аузын жырып жібереді, өзі аузы ауырып тұрған, одан беспектер ауыртады. Мақтаны аласыздар, ішіне батырасыздар да бірінші таңлайын сүртесіздер, таңлайын төбесін. Таңлайын сүртесіздер, тастайсыздар мақтаны. Екінші мақтаны аласыздар, жандарын сүртесіздер, ішінен кіргізіп, екі жанын сүртесіздер, тоже новый мақтамен. Оны тастайсыздар. Үшінші тілді сүртесіздер. Тілді жақсылап үшінші мақтамен тоже сүртесіздер, тастайсыздар. Төртінші мақтамен тістің жан-жанындағы қызыл иектерін, барлық жерін сүртіп жеріп тастайсыздар. Сүртіп болғаннан кейін қолымызды стрептоцитке батырамыз, нистатин екеуіне. И аузын бір сүртіп, былайынан бері айналдырып сүрт жібереміз да, болды. Одан кейін баланы жібереміз. Бір сағат бойы аузына тамақ, су, ештеңе жегізбейсіздер, ештеңе ішкізбейсіздер. Ровно бір сағат. Ровно бір сағаттан кейін бала жей бастайды, жей береді, аузы ауырмайды уже одан кейін. Мен бұны өзім жасап көрдім, өзім қолдандым, өзім қолданып нәтижесін көргеннен кейін сіздермен бөлісіп жатырмын. Бір жасағаннан сіздер бұны тамаққа дейін жасайсыздар. Тамақ жегізіп алып артынан жасамаңыздар. Ол кезде бүкіл аузын сүрткен кезде барлығын құсып тастайды. Нәтиже болмайды. Сол үшін тамақ жегізердің алдында жасайсыздар. Ровно бір сағат тағыда ештеңе жегізбейсіздер. Одан кейін жегізесіздер. Сағатқа қарап істеңіздер барлық нәрсені. Одан кейін жей береді.
если сіздердікі бір жасағаннан, негізі ең несі 3 күн, менікі бірақ результат бір жасағаннан болды, бір-ақ рет жасадым болды. Күніне 2-ақ рет сүртуге болады аузын, азанда және де кешкісін сүртесіздер, азанда және кешкі 3 күн сүртесіздер болды. Одан мынаны дайын болған суды 2 бөлікке бөліп аласыздар. Мен уже жасап, уже істеп болғам. Мынаны сіздерге жасап көрсетіп жатырмын. TikTokқа салған болатын, ешкім түсінбеді. Былай айтып салған тұғымығы, енді мынаны жасап көрсеттім сіздерге. Енді түсінікті деп ойлаймын. Меніңкі сіздер балаңыз ауыз шай алатын жаста болса, аузына құйып, тамағынан деп апарып түкіріп тастайды. Өздері шай алмайды, жаңағыда 2 жастан, 1 жастан жоғарыға 3 жасқа дейінгі шай алмайтын, ауыз шай алмайтын балаларға мақтамен қолыңызбен өзіңіз сүртіп бересіз. Ал жаңа туылған балаларға емшегіңізге емшектің ұшына жағасыздар. Емшектің ұшына жағып емізесіздер баланы. Мен бұл әдісті жеке өзім жасап көрдім. Өзіме нәтиже бергеннен кейін ғана сіздермен бөлісіп жатырмын. Маған өте күшті көмегім берді. Бір-ақ рет істегеннен ғана менікі жазылып кетті. Содан кейін басқаларға да, мен сияқты қиналғандарға да көмегім тисін деп мен сіздерге шығарып отырмын. Ұнаса лайк басып, маған тіркеліп, комментария жазып кетіңіз. Сізге де көмегін тигізеді деген үміттемін. Сау болыңыздар достар.